Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай дәмді болып шығатын творожный пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен менің арнама тіркеліп кетіңіздер. Бізге қажетті заттар: сармай, қопсытқыш, ванилин, тұз, ұн және творог қажет болады. Ең алдымен сармайдың үстіне ұнды жақсылап електен өткізіп қосамыз. Тұз қосамыз үстіне, сосын ванилин қосамыз, сосын және қопсытқыш қосатын боламыз. Барлығын араластырып, ұнға сармайды малып тұрып, үккіштен өткізетін боламыз. Барлығын жақсылап өткізесіздер. Міндетті түрде ұнға аунатып өткізіңіздер, әйтпесе сармайымыз теркаға жабысып кетеді. Ұнға аунатып істеңіздер. Енді барлығын жақсылап араластырып, ұнтақ қамыр жасайтын боламыз. Міне осындай болып шығуы қажет. Енді творогқа жұмыртқамызды саламыз, қантты саламыз. Барлығын блендермен езіп шығамыз. Мен алдымен табаны жақсылап майлап алдым. Табамызға енді жаңағы үгітілген қамырды қойып шығамыз. Реттеп, әдемілеп қойыңыздар. Жан-жағына жайып, екі шетіне жан-жағына жабыстырып шықсаңыздар да болады. Әдемі болып шығады. Ал міне қамырымыз табада дайын болды. Енді оның үстіне творогты құямыз. Осылай жақсылап жан-жағына жайып, творогымызды әдемілеп қоямыз. Ал енді қалған қамырды үстіне сеуіп шығамыз. Енді дайын болған қамырымызды қызып тұрған пеште 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Одан да ерте піседі, негізі әркім өзінің пешкасына қарай. Ал міне біздің пирогымыз дайын болды. Енді суығанша күтеміз. Пештің қақпағын осылай ашып қоямыз. Ал міне біздің творогымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Барлық қонақтар риза болатындай пирог болады. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.